Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мой гениальный ребенок Саймұрат Давлатовтың кітабын оқып бітірдім. Біздің бала шағамыздың, өскелең жастардың мектепте беретін білім бар, және ата-ананың оған әсер ететін білімі, әсер ететін тәрбиесі бар. Оның болашағына ол үлкен әсерлер етеді. Мысалы, бала шаға біз айтуымыз мүмкін, ананы істе, мынаны істе, бірақ нақты сен бүйтіп істесең мына дәрежеге жетесің, бүйтіп істесең мына дәрежеге жетесің деген нақты айта алмайды. Сол себепті баланың ертең өскеннен кейін уже шешім қабылдауға келген кезде біраз ми ашуы мүмкін. Не үшін? Ол да біздің ата-ананың біліміміздің жеткіліксіздігінен. Дәл осы кітапта осы балаға мынандай нәрселерді айту керек, үйрету керек дей отыра, ата-ананы, яғни біздің де білімімізді арттыруға өте пайдалы кітаптар екен. Мысалы, әрбір адамның өзінің интеллекті болады. Соған сай әркім әртүрлі жағынан дамиды. Кейбір адамдар бір нәрсені жаттап алғанға өте шебер болады. Ол адамдар, или бір адамдар болады, шығармашыл адамдар болады. Кейбір адамдар ондай нәрсе қызық емес деген сияқты. Мысалға алып қарайтын болсақ, Томас Эдисонды барлықтарыңыз білесіздер. Мектепте мұғалімдер бір хат қолына ұстатып қайтарып жібереді, анашыңа апарып бересің деп. Сонымен анашысына әкеліп береді, осындай мен мектептен осындай хат беріп жүрді деп. Анашысы хатты алып оқиды да көзіне бір жас келеді, бірақ баласына айтады: балам, сен қандай данышпансың дейді да, сені мынау мектеп оқытуға шамалар жетпей өзіңіз оқытыңыз деп маған жіберіпті дейді. Баласы қуанып қалады да. Сол күндер өтеді, жылдар өтеді. Томас Эдисонды барлықтарыңыз білесіздер. Мынау біздің қазіргі қолданып жүрген жарығымызды шығарған, соның шығуына себепкер болған азамат, әлемдік наградаларға ие болған кісі Томас Эдисон. Қартайған шағында үйінде ескі заттарын қарап отырып, ішінен сол баяғы хатты көріп қалған екен. Сонымен хатты ашып оқыса, Томас Эдисон көзіне бір жас келеді. Менің анашым қандай данышпан адам болған дейді. Өйткені ол хатта сенің балаңның умственный отсталый, өз қатарларынан қалып кеткен, біз оны оқытпаймыз, ол біздің мектепте оқуға жарамсыз деген хат болған екен. Сол себепті өзіңіз оқытыңыз деп. Сол анашысының бұған берген айтқан сөздерінің соншалықты бұған әсер еткені, ол әлемде жаңалық ашқан адам болды. Ал сол кезде анасы басқаша айтқанда қалай болар еді мысалы. Сол сияқты бізде өзіміздің баламызға әсер ете алады екенбіз. Ата-ана ең бірінші баланың болашағына әсер ететін ол ата-ана да. Ал ата-ана әсер ету үшін ата-ананың өзінде сондай бір үлкен білім болу керек та. Мысалы, мектеп қазір балаларға финансовый жағын үйретпейді мысалы. Ал осы кітапта активный дегенне, пассив дегенне, предприниматель деген кім, инвестор деген кім, осы сияқты барша білімдер қамтылғанда. Сол себепті баршаларыңызды оқуға кеңес берем. Құдай қаласа, өздеріңіз де мынау өсіп келе жатқан өскелең ұрпақта, бала шағаңызда, Құдай қаласа, мықты, білімді, өзінің ішіндегі потенциалын аша алған азаматтардың қатарынан болуды Алла нәсіп етсін. Еліміздің болашағы жастар деп жатыр ғой, сол еліміздің болашағы болатын жастардың сіздің отбасыңыздан өсіп шығуын Алла Тағала нәсіп етсін. Баршаларыңызға сәттілік. Рахмет.